Біздерді бүгін мені Ислам мен Гауһар біздерді осылай вагонға Ақтау Атырау бағытындағы пойызға шығарып салды. Мен мына жерде келе жатып Ақтаудың осындай сүйкімсіз деп айтсам болады, осындай вокзалын көріп ойда қалдым. Ақтау деген үлкен атына заты сай, неге осылай үлкен вокзал салмайды екен деген ойда қалдым. Вокзалдары енді өте қатты ескірген, сыртының бәрін сырлары ұшып кеткен, екіншіден өте кішкентай, іші дейтін адамдар бір-біріне соқтығысып жүрген кезде өте ыңғайсыз. Бұны менің алдын Мейрамбек деген блогерде түсіріп айтқан болатын. Білмеймін, ешқандай нәтиже шығарып жатқан жоқ. Соған қарағанда Ақтау қаласының әкімдігі жұмыс жасамай жатыр ма деген ойда қалдым. Солай осылай вокзалдың ішімен өтіп, арғы бетіне өттік. Одан кейін маған мына жерде сумкамды қоюға ұмытып кетіп, мына бала айтып жатыр: жарайды апа, жүре беріңіз деп. Менің алдында өткен інім, келінім, қызым бәрі қолындағы сумкаларын өткізіп келіпті. Сосын пойыздың ішіне келіп, осылай тамақтарымды түсірдім. Мына жерде дейтін біздерге Гауһар біздер диета болғаннан кейін осылай суға картошка пісірді. Одан кейін жеңіл сухарики. Біздер осылай 4 күннен бері жалпы бір апталық диетамыз бар. Осындай диетада жүрген шайымыз бар. Осылай деп батыратын шай, слегка осылай тамақтар алып шықтық пойызға. Осындай печенье, содан кейін огурцы, помидор, осылай жеңіл-желпі осылай тамағымызды алып пойызға отырдық. Енді Алла бұйырса, Ақтаудан Атырауға үйімізге кетіп барамыз. Еміміз бәрі бітті, Аллаға шүкір. Алладан Алла шипа берсін деп осылай жол тартып барамыз. Біздің пойыздағы бір күндік тамағымыз. Біздер өте қатты майлы тамақтарды алмадық, себебі біздерге дәрігердің қойғаны осылай диетада жүру керек деп.